Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты бауырым Иса Масықтағы. Бүгін ерекше күн, бүгін Құдайдың күні. Бүгін мен жаратылыстың басталуы екінші тарау 15-ші аяттан бөліскім келеді. Құдай ие пейіш бағын өңдеп күтіп бағу үшін адамды сонда орналастырды. Құдай ие адамға бұйрық беріп, саған бақтағы күллі ағаштардың жемістерін жеуге болады. Бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеме, себебі одан жесең, сол күні өлесің деді дейді. Өте қызық. Құдай әке адамзатты жаратты. Амин. Біз кімнен жаратылдық? Құдайдан жаратылдық. Құдай бізді өзіне ұқсас қылып жаратты. Және Құдай бізді не істеді? Ол жұмақтың бағына орналастырды. Жұмақтың бағына орналастырған себебі неде? Құдай әке бізбен қарым қатынаста ләззат алғысы келді. Ойлап қараңыздаршы. Жаратылыстың Құдайы сенімен және менімен қарым қатынаста болғысы келеді. Біз арқылы ол өзінің құдіретін көрсеткісі келді. Білесің бе, жер бетіндегі барлық жаратылыстардан артық ол кімді жаратты? Әлбетте адамзатты, сені мен мені жаратты. Барлығына билік жүргізу үшін. Қазіргі уақытта адамдардың бағындармайтыны жоқ. Жердің астын, жердің үстін технология, жердің астындағы мұнайға дейін, алтын қазбаларға дейін адамзаттың қолынан өтеді. Ойлап қараңыздаршы, қандай Құдай бізді жаратып, және бізбен қарым-қатынаста болу үшін ең алғашқы мақсаты, оның арманы жұмақтың бағында бізді орналастыруға. Және ол не деп айтты? Жұмақтың бағында менің бағымды күзет дейді. Менің бағымнан ләззат ал. Және сол бақты күзет деген не? Ол сол бақта қызмет ету. Сол бақты арғалай гүлдендіру. Бүгін саған айтқым келеді, қымбатты досым. Біз Иса Масықты жүрегімізде қабылдадық. Енді Құдайдың бағы, Құдайдың жарылқауы, Құдайдан келетін жақсы сөз, ол біздің қай жерімізде? Жүрегімізде болу керек. Біздің жүрегіміз, ол біздің бағымыз. Мынандай бір керемет сөз бар. Сақтайтынның барлығын жүректе сақтаңдар. Өйткені біздің жүрегіміз Құдайдың қайнар көзі, шынайы бұлағы. Амин. Сондықтан да біздің жүрегімізде жұмақтың бағы болу керек. Және солсыз жүрегімізді немен толтыруымыз керек? Әлбетте киелі кітаптағы Құдайдың сөзімен толтырып, Исадан келетін сөзден нәр алуымыз керек. Сол кезде біз жақсылық пен жамандылық атаулыны ажырата білеміз. Және сонымен қатар біз жақсылыққа не істейміз? Әлбетте еңбек етеміз. Қандай азғырулар келсе де, біздің рухымыз, ішіміздегі жан дүниеміз, біздің жұмақ бағымыз жамандықты кіргізбеу керек. Бүгін саған айтқым келеді. Сенің жүрегіндегі жұмақ бағы, жұмақтың кілті ол Иса Масықта болсын. Аумин. Аумин, қымбатты бауырым. Өткені өте маңызды. Сенің жүрегіне адамдар келіп тыныштық тапсын. Кейбір кезде бір адамдармен сөйлессен, жүрегіне тыныштық келіп, жан дүниен тербеленеді. Оның қасында бола бергің келеді. Неге? Өткені ол адамның жан дүниесінен бір керемет сондай көркем мінез көрініп тұрады. Жайма шуақ сияқты, көктем сияқты. Дәл сондай бізде болайық. Дәл сондай біздің жан дүниеміз өзгерсін. Біздің киелі рухымыз, біздің періштелеріміз рухымыздағы тыныштық тапсын. Мына азғындық дүниеден, мына жарысып жатқан дүниеден бұл жерде ләззат жоқ. Ешқандай да. Ең жақсы дүние ол біздің жүрегіміздегі тыныштық. Барға қанағат етсен, Құдай саған одан да көбін береді. Аумин. Мен сенем, сен сол адамсың. Құдайдың тыныштығында жүретін, және Құдайдың бағы сенің жан дүниеңде болсын. Әкетайым жарылқап баталасын. Иса Масықтың атымен. Аумин.